өздерінің сүйікті бағдарламаларының, ойындарының және сіз бөліскіңіз келмейтін басқа нәрселердің үйлесімділігіне күмәнданатыны сөзсіз. Шын мәнінде, macOS толығымен өзін-өзі қамтамасыз етеді. Көптеген баламалар бар және жалпы алғанда бәрін шешуге болады. Тағы бір нәрсе ойын және жоғары мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету. Сіз, әрине, виртуалды машинаны орната аласыз. Бірақ Windows T2 толыққанды жүйе ретінде орнатқан дұрыс. Бұл бейнеде мен сізге мұны барлық нюанстармен қалай жасау керектігін айтамын. Сондықтан бұл танымдық және қызықты болады. Алдымен Windows дистрибутивін жүктеп алу керек. Капитан Айқын. Мұны Microsoft корпорациясының ресми веб-сайты арқылы да, кез келген жалпыға қолжетімді әдістер арқылы да жасауға болады. Windows 10 жүйесін таңдап, растау түймесін басыңыз. Содан кейін жүйенің тілі мен бит тереңдігі туралы шешім қабылдаңыз. Жүктеп алғаннан кейін біз дайындық шараларын бастаймыз. Жоспарды жүзеге асыру үшін біз стандартты macOS утилитасын стендті қолданамыз. Apple дефекторларға және қораптан алуға болатын барлық қажетті құралдарға қамқорлық жасайды. Ассистент стендін іске қосыңыз. Мұны Mission Control арқылы да, бағдарламалардағы утилиталар қалтасынан да жасауға болады. Жалпы, мен Spotlight іздеуін пайдалануды ұсынамын. Бұл шынымен құдайлық. Қызметтік бағдарламаны іске қосқаннан кейін жалғастыру түймесін басып, жүктеп алынған және Windows жүйесіне сәйкес келетін жолды көрсетіңіз. Егер ол автоматты түрде шешілмесе және бос орын көлемін таңдаңыз. Бөлек дискіге беріледі. Орнату үшін кемінде 50 гигабайт бөлу керек. Бұл қалыпты жұмыс істеу үшін жеткілікті. Бірақ егер сіз ойын ойнағыңыз келсе, онда 100-ге жуық концерт, мәзір беруге дайындалыңыз. Бұл мәселеге байыпты қарауға тура келеді. Өйткені болашақта стендтерге бөлінген кеңістікті сиқырлы түрде ұлғайту мүмкін болмайды. Бәрін қайтадан бұзып, орнатуға тура келеді. Жалпы, бәрін алдын ала ойластырыңыз. Айтпақшы, орнатқаннан кейін, тіпті 100 гигабайтты таңдасаңыз да, дискінің астына 94. Қалған орын жүйелік брондауға кетті. Ал 75-ке жуық пайдаланушы концерті қалды. Міне, сіздің қажеттіліктеріңізге арналған анықтамалық нүкте. Орнату түймесін басыңыз, содан кейін барлық файлдардың бұлтын жүктеп алу процесі басталады. 10 мегабиттік қосылым ұзақ күтуді бұйырды. Сондықтан 50 мегабитке ауысқаннан кейін Mac 1 сағаттай күтуге мәжбүр болды. Осы сәтті есте сақтаңыз. Әкімші тіркелгісінен құпия сөзді енгізгеннен кейін жүйе қайта іске қосылады. Қайта жүктеуден кейін Windows жүйесін тікелей орнату процесі басталады. Мұнда бәрі қарапайым. Тілді, амалдық жүйенің нұсқасын таңдаңыз, егер таңдау болса, келісім шарттарын қабылдаңыз және macOS Stand деп атаған бөлімді таңдаңыз. Содан кейін біз файлдарды көшірудің, компоненттерді орнатудың және жаңартулардың аяқталуын күтеміз. Процесс орта есеппен 10 минутқа созылады. Содан кейін тағы бір қайта жүктеу орналады. Содан кейін ол егжей-тегжейлі орнатуды ұсынады. Әрине, стандартты параметрлерді таңдау арқылы барлығын өз қалауыңыз бойынша іске қосуға болады. Бірақ мен каст қолданбасын пайдалануды және барлық опцияларды мүлдем өшіруді ұсынамын. Ал операциялық жүйе батареямен жұмыс істейді және Microsoft деректеріңізді азырақ алады. Ол тек пайдаланушы атын, құпия сөзді енгізу үшін қалады және, әрине, қалауыңыз болса және соңғы орнатудың аяқталуын күтуіңіз керек. Жұмыс үстелінде болған кезде, сіз ұқсас суретті көресіз, ақылсыз кеңейтім интерфейсті кішірейтетін өлшемдерге дейін кішірейтеді. Біз әжеміздің көзілдірігін алып, оны реттейміз. Жүргізушілермен геморрой болмайды. Купартеновтықтар бәрін ойластырды. Бәрі өздігінен Badcamp орнатушысы арқылы жасалады. Соңында біз қайта жүктейміз. Вау, адамның рұқсаты. Біз Wi-Fi желісіне қосыламыз. Себебі сізге бірдеңе жүктеу қажет болады. Маршрутизатордың паролін және мәреге дейін соңғы 100 метрлік айдакты еске түсіреміз. Енді мына мегабейшара тақтайшаны ашып, төмен қарай көзіңізді жұлып алып, Apple бағдарламалық жасақтамасын жаңарту бағдарламаларының тізімінен табыңыз. Барлық жаңартуларды таңдаңыз. Соңында, әрине, ребут қажет болады. Сонымен, біз Windows'ты Mac'қа қостық. Тіпті міндетті түрде негізгі параметрлерді орнаттық. Бәрін қалай іске қосу керектігін үйрену ғана қалды. Және, әрине, Купартинодан келген жігіттер бәрін ойластырды. Windows жүйесінен macOS'ке ауысу өте оңай. Науада бұл сағаттың жанында стенд белгішесін басып, OS X жүйесінде қайта іске қосу түймесін басыңыз. macOS'тан да кері әрекетті орындауға болады. Apple мәзірінен System Preferences тармағын, содан кейін Boot Volume тармағын ашып, құлыпты басып, әкімші құпия сөзін енгізіңіз. Осыдан кейін жүйені таңдап, қайта іске қосу түймесін басыңыз. Бірдеңе Jobstың ережелеріне мүлдем сәйкес келмейді.
Сіз найзағайдың 3 рет басылғанын айтасыз, және сіз мүлдем дұрыс боласыз. Компьютерді қайта іске қосқанда немесе қосқанда, Option пернесін басып тұрыңыз. Іске қосу кезінде осты таңдауға болатын жүктеу мәзірі пайда болады. Әдепкі бойынша, Make Use бұрынғыдай қуат түймесінен іске қосылады. Windows жүйесі 2 рет басу арқылы жойылады, және бәрі қалпына келтіріледі, және бөлім жоғалады, және Make Use деректеріне әсер етпейді. Көріп отырғаныңыздай, Mac жүйесінде Windows жүйесін орнату өте қарапайым процедура, ол тіпті оңайырақ. Компьютерге Windows жүйесін орнатудан гөрі. Міне, осымен бітті. Сіздермен болған және видеоны жасаған Қазтехногид арнасы. YouTube арнаға тіркеліп лайк басып достарыңызға жіберіңіздер, осы каналды дамытайық.